Сәлем достар, сәуір айының ең қызықты, маңызды да жаңалықтар назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше кеттік. Сәуір айының басында Астана қаласында Жас отан жастар қанатының кезекті 4-ші съезі өтті. Жаңа әлемге жол саламыз деген ұранмен өткен съезге еліміздің әр өңірінен 1500-ден астам делегат келіп қатысты. Атыраулық 16 жасар Альфия Ерсайын Мисс Қазақстан 2018 титулына ие болды. Ендігі кезекте Альфия әлем аруына барып бақ сынайтын болады. Бұл үшін әрине біз қуаныштымыз. 14 сәуір күні ұлттық дәстүрді насихаттау мақсатында Елсана руханият клубының ұйымдастыруымен Ұлы даланың ұлттық ойындары мен дәстүрлері атты шарасы өтті. Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 20 жылдығына орай Түркия елінің Анкара қаласында Дина Нұрпейісованың мүсіндік композициясы ашылды. 21 сәуір күні Қиял әлемі саябағына тазарту жұмысы жүргізілді. Қала әкімінің орынбасары Мейірім Қалауидің айтуы бойынша жақын арада Қиял әлемі саябағы ашылатын болады. 21-22 сәуір күні ынтымақ корпоративтік қоры және есту қабілеті төмен балалар мектеп-интернатының қатысуымен, сондай-ақ үкіметтік емес ұйымдардың өкілдерінің қатысуымен Атырауда ағаш егу акциясы өтті. Сочидегі Олимпиада жүлдегері Денистен Атырауға келіп шеберлік сыныбын өткізді. Бұл шеберлік сыныпқа 500-ден астам қала тұрғындары қатысты. 30 сәуір күні Атырауда көптен күткен велошеру өтті. Бұл велошеру Махамбет атындағы Академиялық қазақ драма театрының алаңынан басталды. Спорттық шараға 1500-ден астам қала тұрғыны қатысты. Сондай-ақ әлемдік деңгейдегі спортшыларымыз арнайы келіп бұл шеруге қатысты. Сіздермен бірге болған әдеттегідей Жас Атырау, келесі кездескенше сау!